Assalamu alaikum. RAV4. Toyota RAV4. Машина әкеп тастады, оталмайды. Кілт ашамыз. Чегі бәрі жанып тұр. Солап тұр, оталмайды. Абыр көрейік. Енді біз искрасын тексереміз, катушкасын тексереміз, бензин насос тексереміз, бензин кеп тұрма, келмей тұрма. Оның бәрі жақсы болса, диагностика жасап, ары қарай көретін боламыз. Аллах сізге жеңілдік берсін, береке берсін. Каналға жазылып, лайк басып, таратып қоямыз. Каналдың дамуына себепкер болыңыздар. RAV4-мізді біраз жерін тексеріп шықтық, диагностика салдық, катушкаларын тексердік, искра бар, предохранитель полный тексеріп шықтық. Енді бізде бензин насостың дауысы шықпай жатыр. Ямаға келдік. Водитель жақ бар ғой, водитель жақ, жүргізуші жақ. Сол бетте тұрады багы. Үш қамытпен тұрады. Мына жерге қатырылып бак былай қарай құлайды. Баққа дейін тоғын тексерем десеңіздер, бактың жанында тоқ өтеді. Мына жерін ашып тексердік біз. Тоқ келіп тұр. Бензин насос қосылмай жатыр, бензин шықпай жатыр. Бензин келмейді. Біз қазір бакты құлатып 8 болттарынан шешіп шықтық. Мына жерінде қамыт болады. Мынандай пластик қамыт. Оны шештік. Штекеріне клипсін басып төбе қарай шығарамыз. Бензин насосымызды аламыз. Ары қарай, иншалла, полный қайтып, басқа бензин салып, жинап, сосын көретін боламыз. Бензин насос шешіп қойдық. Бензин насостың түрі. Бұл корпустың ішінде келіп тұрады. Астындағы бірінші корпустың бетіндегі мынау салынады. Осы алынады. Одан кейін мынау былай шығады. Астындағы клипсилер бар ғой, мынау 3 клипси. Одан ажыратылады. Обратно клапан. И мынау бензин насос астынан шығады. Төбесін шығарып жүрміз, астынан шығады. Штекерді бұнақтан ажыратып аламыз. Şimdi birisini jonat, ülken porşun salamız böyle. Басқа бензин саламыз, болды, иншалла. Аллахтың қалауымен RAV4-ді бензин насосын жинап біттік бәрін. Бисмилла, оталдырайық. Бисмилла, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Көлігіміз оталды. Шамалы қыссын енді. Егесіне тапсыратын боламыз, Аллах қаласа. Қазір бір жалпы сол Аллах істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Каналға жазылып, лайк басып таратып қоямыз. Каналдың дамуына себепкер болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.